Кептірілген жемістер ағзаға антиоксиданттардың көп мөлшерін береді. Организмді тазартқыш өнімдер болып табылады. Олар бауыр мен бүйрекке зиянды және улы заттардан, микробтар мен бактериялардан арылуға көмектеседі. Бірақ кептірілген жемістердің зияны да бар. Олардың құрамында табиғи қанттар мен калориялардың салыстырмалы түрде жоғары мөлшері, көмірсулардың көп мөлшері бар. Сондықтан оларды уыстап жеудің қажеті жоқ. Қант қосылған кептірілген жемістерден аулақ болу керектігін ескеру қажет. Кептірілген жемістерді сатып алғанда мыналарға баса назар аударыңыз. Жемістердің сыртқы түрі, түсі, иісі мен дәмі. Егер олар оралған болса, оралымның бүтіндігіне назар аудару керек. Оларда жұмсақ немесе мұжылған жемістер болмауы керек. Және көгеру, афлатоксин түріндегі бір түрлі жабын болмауы керек. Тіпті әрең көрінетін көгерудің болуы бүкіл өнімнің ішінен зақымданғанын білдіреді. Оны жууға немесе тазартуға тырыспаңыз. Афлатоксиндер өте төзімді және термикалық өңдеуге жатпайды. Көбінесе өндірушілер кептірілген жемістерді глицеринмен және сұйық түтінмен, түсі мен дәмі әдемі презентациясын сақтау үшін өңдейді. Өндірушілер сұйық түтінді жағымсыз бензин иісін жасыру үшін пайдаланады. Сондай-ақ жылтыраған өнімге назар аударыңыз. Яғни өнім өте төмен сапалы өсімдік майына малынған немесе глицеринмен өңделген. Жылтыр неғұрлым көп болса, май соғұрлым көп болады. Кептірілген жемістер жылтыр болмауы керек. Мысалы, қара өрік жемістер бір-біріне жабыспайтындай етіп өңделеді. Егер қара өрік кофе түстес болса, онда ол қайнаған сумен күйдірілген. Бұл оның пайдасы мен дәрумендерінен айырады. Кейде кептіру кезінде, мысалы жүзімді, газ немесе бензин пештерді қолданады. Дұрыс кептірілген мейізде ерекше күңгірт жабын бар. Ол жидекке қолын тиген кезде жоғалады. Ашық қара мейізді саусақтарыңызбен ысқылағанда, егер іздер қалса, онда мейіз боялған. Пайдалы мейізде жапырақшалар болуы керек. Егер сіз тым үлкен мейізді кездестірсеңіз, онда ол ағаш бұтасында, яғни талда өсу стимуляторы гиберлинмен өңделген болуы мүмкін. Барлық кептірілген жемістерге ортақ бір белгі, оларды уысыңда сығу кезінде олар бір-біріне жабыспайды. Бірақ құрғақ және қатты болып қалуы керек. Сонымен қатар жемістің дәмі қышқыл немесе тұзды болмауы керек. Тым құрғақ немесе жанасуға бейім жемісті таңдауға болмайды. Бұл оның сақталу мерзімінің өтіп кеткендігін көрсетеді. Құрмаға келетін болсақ, оларды қант шәрбатсыз, қатты кептірілгенін, сүйектері барын таңдау керек. Ал жарылған жемістер бұл жарамсыз жеміс. Сабағы бар қара өрік пен мейіз пайдалы жемістер және дәрумендерді басқаларға қарағанда жақсы сақтайды. Тас алынған барлық кептірілген жемістерге сақтықпен қараңыз. Сүйекпен сатып алып, сүйектен өзіңіз бөліп алғаныңыз дұрыс. Кептірілген жемістерді сақтауға арналған бірнеше кеңестер. Сапалы, қажетті ылғалдыққа дейін біркелкі кептірілген жемістер ұзақ уақыт сақталады. Сақтау алдында кептірілген жемістерді сұрыптап, көгеру ошақтары пайда болмас үшін кептірілмеген бөліктері жойылады. Кептірілген жемістердің әртүрлі түрлерінің ылғалдылығы әртүрлі. Сондықтан әртүрлі герметикалық оралымда бөлек сақтау керек. Әйтпесе, сақтау кезінде кептірілген жемістердің ылғалды және жұмсақ жерлері зиянкестердің баспанасына айналуы мүмкін. Кептірілген жемістерді сақтаудың тамаша нұсқасы бұл шыны пластик немесе ағаш контейнерлері немесе зип пакеттері. Бұл мақсаттар үшін полиэтилен пакеттері мен мата сөмкелер жарамайды. Өйткені оларда өнім ылғалдығын тез жоғалтады, көгереді немесе басқа иістерді өзіне тартады. Кептірілген жемістерді ұзақ мерзімде сақтау үшін ең сенімді нұсқа мұздату. Кептірілген жемістер аяздан қорықпайды және 0-ден төмен температурада зиянкестер дами алмайды, әрі сіздің қорыңызды жемейді.
Кептірілген жемістердің ең жақсысын таңдау үшін ежелгі дана ережені басшылыққа алуды ұмытпаңыз. Жарқыраған алтынның бәрі бірдей емес. Сондықтан кептірілген жемістер мен жаңғақтарды таңдауға мұқият болыңыз.